Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен балалық шақтың дәмін еске түсіретін қытырлақ дәмді орешкаларды бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды венчиктің көмегімен араластырамыз. Жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін үстінен қантты салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сары майды құямыз, тағы да араластырамыз. Үстінен 1 шай қасық қопсытқышты саламыз және де алдын ала електен өткізіп алған ұнды аз-аздан салып отырып, қою қамыр болғанша араластырамыз. Қамырымыз қоюлана бастаған кезде қолымыздың көмегімен қамырымызды жақсылап июі қанғанша басып аламыз. Міне бізде осында қамыр шығуы тиіс. Енді осы шыққан қамырларымызды кішкентай бөліктерге дөңгелектеп шығатын боламыз. Қатты дәу қылудың қажеті жоқ, кішкентай ғана формада дөңгелектесеңіздер жеткілікті. Қамырымызды дөңгелектеп алғаннан кейін орешке пісіретінімізді алдын ала қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін барлық формаға қамырларымызды салып шығып, примерно 3-4 минутқа бетін жауып қоямыз. Арасында ашып қарап қойыңыздар. Әрқайсысының пісіру уақыты әркелкі. Міне менде шамамен 4 минутта пісіп шықты. Барлық піскен орешкаларымызды алып, келесі қамырымызды саламыз. Міне мен барлық орешкаларымды пісіріп дайындап алдым. Енді ортасына салатын салмамызды саламыз. Менде бұл жерде вареный сгущенка. Ортасына салатын сгущенкаларымызды мен аз мөлшерде ғана салдым. Сіздер толтырып салсаңыздар да болады. Қалауларыңызға байланысты саласыздар. 2 бетіне толтырып, міне осылай барлығын жабыстырып шығатын боламыз. Міне достар, біздің дәмді орешкаларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.